Сәлем достар, сіздерге 2-ші Е сынып оқушысы Шаттық Айжұлдыздың отбасының дайындаған бейнеролигін ұсынамыз. Біз бұл бейнероликте қазақтың ет тарту, соның ішінде бас табақ тарту үрдісін көрсеткіміз келді. Табақ тарту қазақтың ежелден келе жатқан салт дәстүрінің бірі. Тартылған табақ қонаққа деген сый құрметпен сыйластықтың белгісі. Қазақ халқы әр адамның жасына, жынысына қарай өзіне лайық сыбағасын тартқан. Қой еті жіліктеліп 13 мүшеге бөлінеді. Қонаққа тартылатын табақтың түрі өте көп. Бастылары бас табақ, қос табақ, сый табақ, күйеу табағы, келін табағы, жастар табағы, жай табақ. Кәделенген табақтарды ер адамдар тартқан. Басты алған сыйлы қонақ алдымен өз ауыз тиеді. Одан соң құлағын үйдің ең кіші баласына ұсынады. Сондағысы құйма құлақ бол, сөз тыңда. Үлкендердің сөзін жерге тастама дегені. Бір бастың 2 құлағы бір балаға берілмейді. Жұп көзді бір адамға қатар береді. Яғни әділ бол, алаламай тең қара дегені. Үлкендер ас жеп болған соң жастарды шақырып бас табақтан асатады. Бас табақтан ас жеп отыратын біздің жасымызға жет, жолымызды берсін деп тілегені.